Атырау қаласының маңынан Жангелдин ауылының отбасының тағы 2 мүшесі Наурыз бен Мейрамгүлдің мәйіттері табылды. Күйеу баласы мен қызы Атырауға жеткізілген еді. Отбасының 2 мүшесінің мәйіті қайдан табылды? Атыраудағы іс бойынша тағы да 2 адамның мәйіті табылып отыр. Ол жерде Мейрамгүл мен Наурыздың мәйіті сол Атырау облысындағы геолог шағын ауданда табылған екен. Және де Сұлтан Сәрсемалиев өзі мойындады дейді. Сол екеуін өлтіріп, уақытша ұстайтын, яғни арендаға берілетін үйдің жанында көмген деген ақпараттар тарап жатыр. Осы бір 10 минут бұрын тарай бастады. Сонымен енді сол отбасының 6 адамның 4-еуі өлі болып отыр, 2-еуі қамауға алынып отыр. Және де Сұлтан Сәрсемалиев 2 адамды өлтірген мойындап отыр. Осындай жағдайлар, қорқынышты ақпараттар келіп атқан жайы бар. Алдағы уақытта іс қалай жүретінін, не болатыны белгісіз, тергеу жүріп жатыр. Енді заң өкілдерінен хабар күтетін боламыз. Дәл осылай. Атырау облысында жоғалған отбасыға қатысты тың дерек. Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғынына іздеу жарияланды. Бұл дәл сол отбасының күйеу баласы. Сондай-ақ өзгелердің қылмысқа қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Бүгін Қызылқоға ауданы Жангелдин ауылында өлі табылған отбасының 2 мүшесі, яғни әкесі мен шешесі жер қойнына тапсырылды. Жаға ұстатқан оқиға жайлы әріптесім айтып береді. Атырау облысы Қызылқоға ауданының Жангелдин ауылынан тыныштық кеткен. Қарашада жоғалды деген отбасының 2 мүшесі 6 қаңтар күні ауладағы сарайдан өлі табылды. Марқұмдар бүгін жерленді. Бұл жағдай ауыл тұрғындары ғана емес, бүкіл елдің жағасын ұстатты. Бұл кісілер жаңағы өзімен өзі ешкімге зияны жоқ, адал еңбегімен, малымен күн көріп отқан пенсиясымен, жаңағы қызы бар, баласы бар, олар да пенсия алады. Жаңағы аяқтары кеміс екеуінің де. Өздерімен өздері жүрген адамдар ғой енді. Енді аяқ астынан осындай жағдай болып отыр, төтенше жағдай ауылымызда. Түптеп келгенде ешкім білмей қалып тұр. Көршілер де ешкім білмей қалып тұр. Жоғалған отбасының ұлы Наурыз Мұқанғалиев қарашада туыстарына хабарлама жазып, 10 желтоқсанда келетінін айтқан, бірақ айтылған уақытта оралмады. Кейін Наурыздың ұялы телефон арқылы 20 шақты ұсақ мал мен 2 ірі қараның сатылғаны белгілі болды. Неге іздемейді деп комментария бәрі жазып отыр ғой. Оны іздемеудің себебі Наурыздың бізге байланысқа шығып отқандығы. Яғни WhatsApp желісі арқылы бізге тек қана SMS-пен хат жолдап отты. Яғни біздің басымызда өзіміздің бір проблемамыз болып жатыр, семейный, мамамыз ауырып қалды, соны емдетіп жатық, ақша керек болып жатыр, сол үшін мал сатып жатық деп. Бірақ ауылдың азаматтарына шыққан, кей азамат мал алады ау деген өзіміздің ауылда, көрші ауылдың азаматтарына шығып, бірақ аудиозапись жазбаған, видеозвонок соқпаған, ешқайсысына тек перепискамен жазған. Үйде осындай мал бар, өзің қалаған бағаңа ал, маған ақша керек болды деп жазған. Бұл үйде жеңгем барса алыс жолға жеңгем барады, ағам қалады. Ағам ешқашан бұл үйде тастап кетпейді. Өйткені ол деген мал жанын тастамайтын адам. Ешқашан артық ол кетіп баратса да айтып кетеді. Менің бар білетінім декабрьдің 14-нен бастап қозғалдым. Бұл не себепте мал сатылып жатыр? Бұл үйде неге бүкіл ірі қараға неге көшіп жатыр? Бара-бара үйін сатама деген оймен мен қозғалыс жасадым. Оға дейін білген жоқпын. Үй иесінің ұлы мен қызының қайда екені әлі белгісіз. Мейрамгүл Қарабалиева мен Наурыз Мұқанғалиев әлі іздестіріліп жатыр. Бүгін полиция департаменті жоғалған отбасының күйеу баласы, яғни Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғынына іздеу жарияланғанын мәлімдеді. Қылмысқа күдікті Атырау облысы Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғыны. Сондай-ақ өзге де тұлғалардың қатыстылығы тексерілуде. Еске саламыз, 25 желтоқсанда полицияға аталған отбасының жоғалып кеткені туралы олардың туыстары келіп хабарласқан. Әлеуметтік желі қолданушылардың ақпаратты тек ресми дерек көздерден алуға және жалған не расталмаған мәліметтерді таратудан бас тартуға шақырамыз. Іздестіру тоқтаған жоқ. Жангелдин ауылының маңы толық тексеріліп жатыр. Төтенше жағдай қызметі суасты дронын да қолдануға кірісті. Бақтар Ғымбаева, Білге Маран, Даниал Тұрлан, 7-ші арна, Атыраудан. Қазіргі таңда енді бұның алдында ақпарат бергенбіз. Жақын арада 2 күдікті тұлғалар Индонезия мемлекетінен Қазақстанға жеткізіледі. Сол жұмысты біз белсенді түрде атқарып жатырмыз. Осы айда
алып келеміз, және де қосымша ақпарат сіздерге беріледі. Мына екі іздестіруде жүрген адамдарды біз тиісті шараларды өткізіп жатырмыз. Арнайы тергеу топ құрылды, Атырау облысында қызмет атқаруда. Рахмет. Ол оқиғада бұл полицияның атына сын емес па? Неге ұзақ болып кетті? Қазіргі таңда арнайы тергеу топ қызмет атқаруда. Атырау облысында әр түрлі кешенді іздестіру шаралар жүргізілуде, және де қосымша ақпарат сізге беріледі. Рахмет. Жарайды, жақсы. Осы жұмыс атқаруда және бақылауда. Атырау облысында бір отбасының мүшелерін өлтірді деген күдікке ілінген ерлі зайыпты осы айда Индонезиядан Қазақстанға қайтарылады. Бұл туралы Сенат қабырғасында ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, марқұмдардың екі ересек баласы Мейрамгүл Қарабалиева мен оның інісі Наурыз Мұқанғалиев әлі іздестіріліп жатыр. 6 қаңтарда жоғалған отбасының отағасы мен оның жұбайының денесі сарайдан табылған еді. 9 қаңтардан бастап марқұмдардың күйеу баласы Сұлтан Сәрсемалиевке күдікті ретінде іздеу салынды. Жуырда ол зайыбымен Индонезияда ұсталды. Екі күдікті тұлғалар Индонезия мемлекетінен Қазақстанға жеткізіледі. Сол жұмысты біз белсенді түрде атқарып жатырмыз. Осы айда алып келеміз. Екі іздестіруде жүрген адамдарды біз тиісті шараларды өткізіп жатырмыз. Арнайы тергеу топ құрылды, Атырау облысында қызмет атқаруда. Атырау облысында ата-енесін айуандықпен өлтіріп, көміп тастаған ер адам Индонезиядан ұсталды. Ол қаңтар айынан бері іздеуде болған еді. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, күдікті Сұлтан Сәрсемалиев Ламбог аралындағы Синару ауылында бой тасалап жүрген жерінен қолға түскен. Оның жұмбақ жағдайда ізім қайым кеткен бұрынғы келіншегі де жанында болыпты. Бұған дейін халықаралық іздеуде болған ол да қазіргі таңда күдікті ретінде танылып отыр. Енді жауаптылар оларды елге жеткізу жағын реттеп жатыр. Мен растаймын, кеше ғана күдіктілер Индонезия мемлекетінде ұсталды. Қазіргі таңда оларды алып келу мәселесі шешілуде. Және де тағы айта кетейін, қазіргі таңда тергеу амалдары белсенді түрде жүргізілуде. Сонымен қатар қажетті сараптамалар тағайындалып, нақты тиісті шаралар өткізілуде. Естеріңізге сала кетейін, өткен жылдың соңында Махамбет ауданы Жангелдин ауылында бүтін бір отбасы ізім қайым жоғалып кетті. Олардың із-түссіз кеткен туралы полицияға туыстары хабарлап, кейін тергеу басталды. Араға уақыт салып, егде жастағы ерлі зайыптылардың денесі өз сарайында көмулі күйінде табылды. Ал олардың ұлы мен тағы бір қызы әлі күнге дейін іздестіріліп жатыр. Жауап берді, 22-ші желтоқсанда жазыпсыз. Тағы да неше түрлі сылтау айтыпты. Міне апамның давлениесі көтеріліп, жүре алмай тұр. Мен қазір шаруаларыммен жүрін дейді. 23-ші жазыпсыз, жауап жоқ. 24-ті, 26-сы жауап жоқ. 27-ші желтоқсанда не дүрліктіріп жатсыз, арыз жазып, проблема аздай өзімізде дейді. Пайдаларың тимесе де зияндарыңды тигізбеңдерші, босқа көмектесе алмайсыңдар, мысқылдап күлесіңдер дейді. Пайдаларыңнан зияндарың көп екен. Өз атанама өзім жауап берем, шаруаларың болмасын, жарар, үйленіп алдым дейді. Тыныш өмір сүргізбедіңдер ғой, банктен бір іздейді, полиция бір іздейді, дұшпан екенсіңдер деп 27-ші желтоқсанда жазыпты. 30 күні жазған екен. 30 күні сіз жазыпсыз, желтоқсанның 1-ші қаңтар жазыпсыз, 2-ші қаңтар, содан кейін Мұхаммед деген. Мен пікір алмасып жазып жүргенбіз, бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым, аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп. Кеп тұрғанда жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім.
сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей бачыт шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазаққа, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық, суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық, ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасы голды осыған жіберсеңіздер. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылуы бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен Дінмұхаммед. Мен осындай қаласында отырамын. Тағыда еме ақсайырақ соған көмек қолын созсаңыздар. Саламатсыздар ма қазақ елі? Мен Дінмұхаммедтің анасымын. Ұлым Дінмұхаммед Аристанов, жасы 20-да, Маңғыстау облысы Ақтау қаласында тұрамыз. Ұлым туғаннан бастап ДЦП. Өздігінен жүре алмайды, ішіп жей алмайды. Біздің арманымыз Дінмұхаммедті аяғына тұрғызып, өздігінен жүріп, өмірге бейімдеу. Осы мақсатта бізге Түркия, Стамбул қаласындағы мамандырылған орталық ем қабылдау мүмкіндік беріп отыр. Дегенмен бұл емнің құны біз үшін қымбат. 15 миллион теңге. Қазірге дейін барымызды салып, біздер 2 миллионға теңге ақша жинадық. Қалған 13 миллион теңге жетпей тұр. Бізге көмектесем десеңіз, төмендегі реквизитке аударуыңызға болады. Көп түкірсе көл болады. Сіз берген әрбір тиын Дінмұхаммедтің болашағына үміт, өмірге деген сенім, Алла тағала берген садақаларыңыз еселенген сауаптан жазсын. Алла ұрпағыңыз аман етсін. Ешбір ана баласын көз жасы төгілмесін.